Сәлем достар! Бүгін біз Netflix'тің ең шулы, ең шынайы, ең қорқынышты туындысы игра кальмара ойын артында жатқан сұмдықтарды ашып көрсетеміз. Басылмай жатып арнаға жазылып лайк басып кетіңіз. Алдыңғы видеода 5 теңгені осы адам ұтты. Бұл адамға жаздым, жауап қайтарса болады. Тағы да 5 теңге ұтқыңыз келсе, осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, келесі видеоларға да лайк басып кетіңіз. Бұл видео запись бойынша шықты. Сізде запись бергіңіз келсе, арнаға жазылып кетіңіз. Біз бүгін аты шулы игра кальмара ойыны туралы сұмдық деректер айтатын боламыз. Ал енді елестетіп көр. Сенің мойнында миллиондаған қарызы бар. Банктер қысым көрсетіп жатыр. Туыстарың сенің теріс айналған. Өмір сені тастап кеткендей. Сол кезде біреу келіп ойын ойнаған келеме дейді. Жеңсең байлыққа кенелесің, ұтылсаң өлім. Бірақ оны саған басын айтпайды. Бірінші сұмдық. Балалық ойын өлімге айналуы. Қызыл жарық, жасыл жарық. Бар болғаны жарыққа қарап тоқтап қайта жүру. Балалар ойыны. Бірақ мұнда ереже бұзсаң жай тоқтамайсың, оқ тиіп өліп кетесің. Қатысушылар алғашында мұны ойын деп қабылдайды. Бірақ бірінші қан төгілгенде шындық бәрін сілкіндіреді. Бұл тірі қалу ойыны. Екінші сұмдық. Өлім, көрерменге арналған шоу. Ең үрейлі тұсы, бұл бүкіл ойын байларға арналған ойын сауық. Көп ақша төккен адамдар кедейлердің бір-бірін өлтіруін тамашалап отырады. Адам өмірі оларға жай ғана шоу. Бұл капитализм ең жалан, ең қатыгез бейнесі. Үшінші сұмдық. Адам табиғатын ашылуы. Ойын барысында адамдардың шын бейнесі ашылады. Бірі сатқындық жасайды, бірі досын сатып кетеді, бірі тірі қалу үшін жанын сатады. Ойында бәрі заңды, бірақ мораль қайда? Адам адамға қасқыр бола ма? Бұл ойынның басты сұрағы да осы. Төртінші сұмдық. Психологиялық қысым. Кей ойындар физикалық жағынан ауыр болса, кейбірі таза психологиялық азап. Мысалы, шарик ойыны. Досымен ойнайсың, бірақ сенің тірі қалуың оның өлімі. Таңдау сенде. Сен біреуді өмірін тартуға дайынсың ба? Бесінші сұмдық. Ойынды ұйымдастырушы қарапайым адам. Соңында бәрін ұйымдастырған адам бай, зейнетке шыққан шал болып шығады. Ол бұлай дейді: мен тек адамдардың шын табиғатын көргім келді. Ол өмірден жалыққан, енді тірі қалу үшін күресіп жатқан адамдарды эксперимент ретінде бақылап тұр. Бұл психопатия емес пе? Бұл ойын көркем фильм емес, қоғамның шындығының аллергиясы. Ақша үшін адам неге барады? Әділет қайда? Адамгершілік деген не қалды? Ойлан, егер сен сол ойынға түскен болса, не істер едің? Қаншалықты алысқа барар едің? Талқылайық достар, пікірге не ойда қалғанын жазып кет. Бұл сериал қайдан шықты? Сериалдың авторы Хван Дон Хек, оңтүстік кореялық режиссер. Ол бұл идеяны 2008 жыл жазған. Игра кальмара идеясы 13 жыл бойы ешкімге керек болмаған. Продюсерлер сценарийді тым қатыгез, тым реалистік, тым қауіпті деп қабылдамаған. Шығу себебі жеке ауыр жағдай. Хван Дон Хек ол кезде өте кедей болған. Тіпті сценарий жазып жүргенде өзінің ноутбугын сатып жүруге мәжбүр болған. Қарызға батқан, ешкімге керек болмай қалған сәтте ол: егер осындай адамдар бай болу үшін бір-біріне қарсы ойын ойнаса ше, деген сұрақты өзіне қойған. Осылайша игра кальмара дүниеге келеді. Неге дәл кальмар ойыны? Кальмар ойыны Кореяда 70-80 жылдары балалар көп ойнаған көше ойыны. Бірақ ол ойын ересектер өміріне ауыстырылғанда қатыгездік, әділетсіздік, тірі қалу үшін күрес сияқты ауыр тақырыптарды айналды. Жаһандық хитке қалай айналды? Netflix 2021 жылы сериалды қабылдап бүкіл әлемге ұсынды. Күтпеген жерден игра кальмара Netflix тарихындағы ең көп қаралған сериал болды. Бірінші айда 100 миллион астам адам көрген. Бұл сериал нені айтты? Бұл сериал бізге мынаны көрсетті. Қоғамда кедей мен байдың арасы алшақтап бара жатыр. Ақша үшін адам бәріне дайын. Жүйе адам өмірдің ойыншыққа айналдырып жіберді. Әділет те қиялда қалған.
Сериал шыққаннан кейін тек ойын емес, шынайы өмірдегі игра кальмарға ұқсас жобалар, костюмдер, челлендждер, тіпті шынайы өмірдегі игра кальмара реалистік шоулар пайда болды. Бұл ойын тек экранда қалмады, ол адамдардың миына кіріп алды. Игра кальмара актерлары: Сон Ги Хун, Ли Джон Дже. Сериалдың бас кейіпкері, қарызға батып қыз үшін күресіп жүрген қарапайым адам. Актер Ли Джон Дже Кореяда бұрыннан белгілі тұлға. Ол кезінде модель болған, кейін драма және экшн жанрында үлкен жетістіктерге жетті. Бірақ игра кальмара оны әлемге әйгілетті. Бұл рөл үшін ол Эмми сыйлығын жеңіп алған алғашқы корей актері болды. Чо Сан У, 218 номер. Пак Хе Су. Ги Хунның бала кезі досы, бірақ өмір оны өзге жолға бұрып жіберді. Пак Хе Су бұл рөлде өте сенімді, күрделі, мінезді, екі жүзді кейіпкер керемет алып шықты. Ол шын өмірде өте сыпайы, отбасылы, театр актері ретінде танымалы. Кейіпкер татқын болғанымен, Пак Хе Су көрермендердің құрметіне ие болды. Кан Се Бьок. Солтүстік Кореядан қашқан қыз. Мінезі қатты, бірақ жүрегі жұмсақ. Бұл рөлді ойнаған Чон Хо Йон бұған дейін модель болған. Игра кальмара оның бірінші актерлік рөлі. Бірақ алғашқы рөлі оны әлемдік жұлдызға айналдырды. Инстаграмдағы парақша сериал шыққаннан кейін бір аптада 20 миллион жазылушы жинады. О Ил Нам. Сериалдағы ең жұмбақ кейіпкер. Бастапқыда бейкүнә қарт болып көрінгенмен, соңында бәрін төңкеріп тастайды. Актер О Йон Су Кореядағы ең тәжірибелі театр әртістерінің бірі. 70-тен асқанда шағында әлем назарына ілікті. Ол игра кальмара арқылы алтын глобус сыйлығын алғашқы корей актері болды. Фронтмен. Қара бетперде киген жұмбақ жетекші. Ол тек соңғы бөлімдерде толық көрінеді. Актер Ли Бьон Хон Кореяның ең мықты актерларының бірі. Тіпті Голливудта да ойнаған. Оның қатысуы сериалға ерекше салмақ берді. Игра кальмара тек сценарий мен визуал арқылы емес, осы актерлардың терең ойыны арқылы жүрекке жетті. Олар бізге шынайы эмоция, күрес, қорқыныш, үміт сезімдерін жеткізді. Саған ұнаған кейіпкер кім? Комментке жазып кет. Игра кальмара бұл жай ғана сериал емес. Бұл біздің қоғамымыздың көлеңкелі жағын көрсететін айна. Ақша мен билік үшін адам неге баратын, адамгершілік пен әділет арасындағы шекараның қай жерде бұзылатынын ашып береді. Әр кейіпкер бізге таныс біреу сияқты. Бірі досымыз, бірі көршіміз, бірі өзіміз. Олар экранда тірі қалу үшін күрессе, біз шынайы өмірдің сайын өмір үшін, әділдік үшін, болашақ үшін күресіп жүрміз. Бұл сериал бізге бір сұрақ қойды. Сен сондай жағдайда не істер едің? Адам болып қаласың ба, әлде жүйеге бағынасың ба? Видеоны көріп қолдағандарыңызға рахмет. Төменге пікір қалдырып, сенің ойың қандай екенін бөліс. Келесі видеода кездескенше достар. Бұл өмір ойын емес, бірақ кейде оны өмірден де шынайы болып кетеді. Красавчик!